Саламатсызбы, құрметті достар. Бүгін сіздермен қызық методпен бөлісейін деп отырмын. Өзім оған таза деп ат қойдым. Ол енді әртүрлі методтардың қосындысынан құралады. Негізі кез келген методты адам өзінен ыңғайлап алуға болады. Сондықтан мен өзім жаңағы кайдзен басқа да методтарды қосып, таза деген бір ат қойдым өзім методтарыма. Негізі таза деген кәдімгі тазалық сөзінен құралады. Т дегеніміз трансформация, А деген алгоритм. Мен алдындағы видеоларда да алгоритмдер туралы көп айтамын. Біздің миымыз кәдімгі компьютер сияқты алгоритммен жұмыс істейді деп. З деген зейін. Зейін деген сөзді орысша былайша айтқанда внимание дейміз ғой, түсінікті болу үшін айтайын. Қазақта да зейін ашық болсын деп айтып жатады. Және А арнасы. Арна. Сонда бұның мағынасын мен өзім былай ойладым да, енді ойыма келген ғой енді. Трансформация алгоритмдер арқылы зейін арнасын ашу. Бізде жаңағы зейін арнамыз көп нәрселерден бұлғанған, былайша айтқанда. Енді таза дегеннен кейін бұлғанған деп айтуға болады. Былайша айтқанда орысша перезагружен дейді ғой, толып кетеді. Бір нәрсеге зейін қоюымыз, соны іске асыруымыз, ол бәріне жауап береді зейін. Сол каналдарымыз жабылып қалады да, көп нәрселерден жабылады. Соны мен таза методы арқылы ақырындап тазалауға болады. Мен өзім сол методты пайдалану арқылы жылдар бойы ақырындап келдім. Негізі зейіннің тесті бар. Мен ол тестті де өттім. Проценті бар зейін тазалығын анықтайтын. Мысалы, көп адамдардан тест алғанда, жұмысшылардан 50-60-70% зейін ашықтығы бар. Менден де Аллаға шүкір 100 адамға нагрузка беру де мүмкін, себебі зейін ашықта бәрін сразу байқап отырасың дегендей. 100-ге жуық шықты. Енді ондай адамдар табиғатында аздау, бірақ оған жетуге болады. Мен өзім білем, оған қалай жеткенімді. Мен қадамдар арқылы жеттім. Енді сіздерге де сонымен бөлісейін. Бірінші, айналаңыз тазалаңыз. Кеңістігіңіз тазалаңыз. Мысалы, жұмыс орнынан басталады. Үйде жататын орныңыз, пайдаланатын шкафтарыңыз, киімдеріңіз, ыдыс-аяқ. Енді бүкіл сізді қоршап тұрған нәрсе тазалану керек. Енді бұның бәрі жаңағы мен айтқаным зейін ашығына әкеледі дедік. Ол деген сөз концентрация, внимание, жетістікке жетудің бір инструменті біздің зейініміздің ашық болуы. Бізге әсер ететін ең оңай нәрселер жан-жағымыздағы жинау мәселесі. Енді бәрін негізі параллельно істеу керек. Қазір айтып берейін, бірнеше методтарды өздеріңіз істеп бастасаңыздар болады. Ол үшін, мысалы, қиындатпау үшін күніне үйіңізде бір тартпаны аласыз, квитанциялар шығады. 5 жыл өтіп кеткен, 10 жыл өтіп кеткен квартплаталар шығады. Баяғыда бір сатып жүрген машинаның документтері шығады. Мысалы, документті алып береді десеңіз. Олардың бәрі не керек емес, үйде мусорға толтырып тұрған нәрсе ғой, былайша айтқанда. Оның бәрін өртейсіз ба, жыртасыз ба, тастайсыз ба, бір тазаланасыз. Әрине, ол тартпаны шаңын сүртесіз, керектерін қалдырасыз. Керек болса бір файлдарға салсаңыз болады. Мысалы, мынандай үйдің документі, ананың документі деп, мен даже сыртына стикермен жазып қоям. Самоклеющий стикерлерім бар. Жазамда мынандай документ, мына жерде квитанциялар деген сияқты. Мына жерде мынандайлар деген. Енді негізі кайдзеннің бір несі, принципі уақыт үнемдеуде. Жаңағы тазалықтың да сол тазаның да принципі уақыт үнемдеу. Документіңіз порядокте жатса, телефоныңыз, компьютеріңіз бәрі папкалармен орында тұрса, сіз өте аз уақыт жұмсайсыз жаңағыны табуға. Кейде бір документ таппай адамдар жүгіріп жүреді, сосын қайтадан соңға барып оны восстанавливать еткізіп жатады. Мысалы деймін да, қаншалықты уақыт, қанша нервіңіз, күш жігеріңіз кетеді. Сондықтан жаңағы өзіңізді бір жүйеге, система, тазалыққа үйретіп алсаңыз, жеңіл болады. Ақырындап үйіңізді реттеңіз, жұмыс орныңызды реттеңіз, ұстап жүрген сумкаңыздың ішін реттеңіз. Таза методының бірінші кеңістікті реттеу. Оны бастап бүгін бәрін реттеймін деген дұрыс емес. Кейін желанияңыз кетіп қалады. Егер бір күн, 2 күн жүріп мен бүкіл үйді реттеймін десеңіз, желанияңыз кетіп қалады. Себебі ойыңызда жаңағы о қандай қиын нәрсе деген қалып қояды. Бірақ мен өзім тәжірибемде адам бір нәрсеге вау деп жүгіріп кіріп кеткен кезде артынан болдырып қалады дейді, сондай болып қалмасын деп сіздерге жеңіл жағын айтып отырмын.
ақырындап реттеудің методтары немесе демалыс күндері. Негіз адам рахаттанады. Себебі мен ана тоут моделінде айтқандай, біздің миымызда телефон сияқты көп нәрселер ашылып қалады дедік қой, приложениялар. Сол сияқты жаңағы үйімізде жатқан заттарды үйілген сайын бізді бір төмен тартқан сияқты болады. Енді мысалы фэн-шуй дейді, ол да тазалықтың бір методы. Мен айттым ғой, әртүрлі методтар қосу арқылы жасадым деп. Фэн-шуйда не дейді? Жаңағы адам көп керек емес жаман зат жиналған сайын адамға энергия кірмейді. Ол да енді дінімізде дейді, иманның жартысы тазалықтан құралған дейді. Ол енді барлық методика қай жағынан алсақ та бар нәрселер, біз оны мына жағынан алып қараймыз ба, мына жағынан алып қараймыз ба, напрямую әсер ететін нәрселердің бірі тазалық. Тазалық енді тек қана үйдің заттың ғана емес, ауа таза болу керек үйдегі. Мысалы, терезені ашуымыз керек. Мен осыны айтып отырам. Мен күніне 2 рет үйді проветривать етем, 2 рет терезелерді ашам. Ашқанда жай ғана ашпау керексіз. Толығымен ауа бүйтіп циркуляция жасап өтетіндей қылып ашу керексіз. Мен үйімде қыста да терезе ашық тұрады, көбі таң қалады. Себебі адам кислород бар жерде миы жақсы жұмыс істейді, көңіл күйі алдында айттық қой, биохимиялық процестер организмде өтеді деп. Сол сияқты біз қуанған кезде жаңағы бақыт гормоны түзіледі, жаңағы кислород барған кезде денеміз демалады, миымыз тынығады. Сондықтан осындай бір кішкентай нәрселер біздің бүкіл өмірімізге әсер етеді, бүкіл өмірімізді құрайды. Енді мен балаларымда қазір сондай болып апты, тамақтың иісін ұнатпайды. Мен өзім сондай болатын. Себебі қалай бала тәрбиемен түзеледі. Енді бірінші айтатынымыз жаңағы сол тазаның бір методы кәдімгі физикалық тазалық, физически дейміз ғой, жан-жағымыздың тазалығы. Екінші методы мидың тазалығы, жанның тазалығы, тәннің тазалығы деп. Негіз бізде бәр нәрсе таза болу керек. Сонда бізде күш-қуатымыз көп болады, өмірге деген құлшынысымыз көп болады. Және де бір әдет қалыптастырып алсаңыздар, ол өз-өзімен тазалана береді. Миды тазалау үшін ең бірінші оңай методы бір қағазды алыңыз. А4 бола ма, дәптер бола ма. Миыңыздағы бүкіл нелерді жазасыз. Ана кісіге барып сөйлессем, үй алсам, мысалы мен мына жерде видео түсірсем деген сияқты. Бір адамға бір нәрсе айтуды ұмытып кетсек те, сол жаңағы приложение сияқты миымызда қалып қояды, батарейкасын жеп жатады. Соның бәрін шығарып тастау керек. Құлық көрсетеміз де миымыздан. Шығару арқылы ми істедім деп ойлайды дейді. Негізінде біздің миымыз сондай жаратылған, реальный нәрсемен ойлаған нәрсені ажырата алмайды дейді. Егер мысалы миыма сен мен мынаны істедім десең, ол соны істедім деп ойлайды дейді, мысалы. Или мен жетістіктімін, мен жетістікке жетемін деп айта берсе, мида соған қалыптасады дейді, мен жетістіктімін деп. Енді бір эксперимент бар ғой, 2 группаны алады жаттығуға. Бір группа кәдімгідей футбол ойнап жаттығады. Екінші группаны отырғызады да визуализация жаса дейді, жаңағы көз алдына елестет, тренер айтып тұрады, сен футбол ойнап жүрсің, сен жүгіріп жүрсің, сен гол салып жатсың деп. Енді екеуінің жаңағы адреналин дейді ғой, салыстырады да, жаңағы қимыл гормонын былайша айтқанда, іс-қимылдың. Екеуінікі бірдей шығады дейді. Біздің миымыз солай жұмыс жасайды. Енді жаңағы тазалыққа келсек, таза методына, сол миды тазалау керек. Мида шаршайды, перегруз болады, былайша айтқанда. Миды тазалау жаңағы бүкіл нәрсені қағазға түсіру. Енді бұл методты істеткізгенде кейбір адамдар айтады, мен таң қалдым ғой дейді, бір 10 бет шығуы мүмкін дейді. Біткенше жазу керексіз. Сіз біткен кезде өзіңіз сондай бір жеңілдік сезінесіз. Ойыңызға не келеді, соны жаза бересіз. Жазғаннан кейін адам баласы ғой, енді оған сараптау, анализ жасау адам баласына тән нәрсе. Әрине соны жаза бастаған кезде сізге бір әртүрлі ойлар келеді, инсайт дейді жаңағы. Мүмкін кейбіреуі мүлде керек емес. Мысалы, бір адамға звондауым керек деп ойлап жүрсіз, бірақ ол звондап керек емес, уақыт өтіп кетті дегендей. Бірақ ойыңызда қалып қойған, Одан кейін жаңағы алып қағазды жанына галочка не крестик қойып шығуға болады, жаңағы істерді. Немесе сызуға болады, мынаны істедім, мынаны істемеймін, мынадан отказ беремін, мына тоут моделі сияқты. Мынау маған керек емес, мынаны 1 жылдан кейін істеймін. Мынандай метод бар, стикерлер, кішкентай қағаздарға жазып салып қойсаңыз, 1 жылдан кейін қарасаңыз, көбі орындалған дейді, жаңағы ойлаған ойларыңыз, істеген істеріңіз көбі жасалынады дейді. Құдірет па, қасиет па, бір адам ниеті солай жұмыс жасай ма, сондай бір метод бар, жаңағы жазып қойған нәрсе өз-өзімен орындала береді деген. Әрине сіз оны істейсіз, бірақ
жүйесімен орнына келе қалады деген сияқты ғой. Сондықтан миыңызды да тазалаңыз. Мен мысалы қазір жататын кезде ұйықтардың алдында миымды тазалап қоямын. Мысалы ертең менде съемка бар, видео бар, ананы ұмытпауым керек, мына сотрудникке зарплатасын беруім керек, мұғаліммен сөйлесуім керек деген сияқты мысалы ойымда тұрған нәрселерді қағазға жазамын да, Аллаға шүкір тынышталып ұйықтаймыз. Егер адам олай істемесе, әсіресе жаңағы жауапкершілігі көп адамдар айтқан нәрсесін орындауға тырысатын, істеуге тырысатын, ответственный дейді, ондай адамдарға қиындау болады. Түнімен миы соны ойлап кейде түсіне соны кіріп сондай болып шығады. Ал егер сіз тек қағазға кездесуге бару, таңертең тұрғанда ана қағазымды қараймын. Одан ары қарай енді келесі сабақтарда біз жан тәнді тазалау туралы айтамыз. Жаңағы реніштерден тазалану керек, әртүрлі эмоциялардан тазалану керек. Олар кішкене тереңірек мәселелер, тереңдеу методтармен жасалады. Әрине оны жаңағы терапевт сияқты, терапевтический модельді терапевтпен жасау керек. Терапевт деген бұл жерде коуч та болуы мүмкін, психолог та болуы мүмкін, тренер де болуы мүмкін. Именно сол осы нәрселермен айналыса алатын, жаңағы өкпемен, ренішпен, эмоциямен жұмыс істей алатын. Оның бәрін біз келесі сабақтарда өтеміз. Олар терең жағына кіру. Ең азында осы тазаның жаңағы трансформация, алгоритм, зейін ашу деп расшифровка бердік қой. Осы тазаны ең аз дегенде қазіргі берілген 2 методын пайдалана бастасаңыздар, өміріңізде көп нәрсе өзгереді. Зейініңіз ашылады, жаңағы внимательность пайда болады, ойлау қабілетіңіз күшейеді, көп нәрсені басқа көзбен қарай аласыз дегендей. Трансформация деген сол. Енді бұл методты есту барысында қандай да бір ой келді ма? Негізінде сіз өміріңізде үйіңізге осы таза методын жасадыңыз ба? Тура мен айтқан сияқты жаңағы бүге-шүгесіне дейін тазалау методын жасадыңыз ба? Комментарийға жазып қойыңыз. Жасамасаңыз жасағым келеді деп жазыңыз. Жаңағы біз айтқандай жазылған нәрсе немесе жасаймын деп жазыңыз. Сондықтан мен айтып жатқан методтарды пайдаланыңыздар. Жаттығу арқылы келеді деп айттық. Қолданыңыздар өміріңізге. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Көріскенше қош сау болыңыздар.